қыздар мен жігіттері, мына Шымкенттің жігіттерін жаман сөздерді көп айтады дейді. Сондықтан да мен бүгіннен бастап шештім. Мен жаман сөзді мүлдем айтпаймын. Дәке, жаман сөзді айтуға тура келетін жерлерде болады. Ондайды ма жақсы сөздерге алмастыра салам. Мысалға. Мысалы ана Шымкенттегі қаты көпір деген жер. Қыз көпір дейсің? Ала Шымкенттегі Қошқарадан. Қамбарата дейсің? Болыпты. Мына өзіміздің Алматыдағы Сайна көшесі не дейміз? Жігіттер, біз Алматыдағы Сайна көшесін кітапхана деп аламыз. Дәке, мен кітапхана мен Сайнаның ешқандай ұқсастығын көріп тұрған жоқ. Жігіттер өздерің ойланыңдар. Сайна көшесін кітапхана деп алдық па? Сол Сайна көшесінде тұратын қыздардың бәрін кітаптар деп аламыз. Көздерің елестетіңдер. Кітапханаға кіріп келдіңдер. Алдынан кітапхана шығады. Сәлеметсіз бе? Сізге қандай кітаптар керек? Қазақша кітаптар ма, әлде орысша кітаптар ма? Әлде мына Өзбекстаннан келген 87-ші беті ашылмаған свежий кітаптар керек па дейді. Шертіп тұрып таңдайсың ғой. Ол ничо дәке. Кеше кітапханаға кіріп қалсам, ана Чеңіз хан деген айран би әнші бар емес па анау? Сол терлеп деп кітап оқып отырған. Жігіттер, мен бір ақыл айтып кетейін сендерге. Кітап оқығыларың келіп өліп барасыңдар ма? Аптекаға барып көздеріңе очки сатып алып оқыңдар. Ауырып өлесіңдер. Жігіттер, осымен бір нәрсені түсінбеймін да. Байырғыда ата-бабаларымыз кітапты қалай оқыған екен? Дәке, қазір айтып берем. Ата-бабалар күндіз соғыста, кешке соғыстан үйге шаршап келеді. Үй о кезде білесің, киіз үй іші толған бала-шаға кітап оқитын жер жоқ. Күнге қарай бала-шағаны ұйықтатып, ана кітапты қолтыққа қысып, қырдың басына барып, таңға дейін айдың жарығымен оқыған о кезде. Жігіттер! Кеше мен 73-ші жылғы бір кітапты оқыдым. Болмайды екен.